Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін 10 минуттың ішінде өте оңай әрі дәмді хачапури дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшері видеода және де описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен 1 стакан айранға 1 жұмыртқа, тұз, қант қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі масса болуы керек. Осылай шанышқының көмегімен араластырдым. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды мөлшерін дайындап алып, біртіндеп қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқыда сұйық болғандықтан шанышқының көмегімен араластырып отырдық, және де тағы да ұн салып, оның үстіне қопсытқышты салдық. Одан кейін қолмен араластырып, жұмсақ қамыр илей берсеңіздер болады. Ұнды шетінен біртіндеп қосып отырыңыздар. Сол кезде жұмсақ, жақсы қамыр иленеді. Қамырды илеп болдық, енді бетін салафанмен жауып 15 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Келесі начинкасына кірісеміз. Ол үшін үккіштен 300 граммдай сырды алып өткіземіз. Өздеріңіз қалаған сырды пайдалансаңыздар болады. Сырдың бетіне 1 жұмыртқаны қосып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бетін тегістеп, біркелкі 4 бөлікке бөлеміз. 4-еуінен шариктер жасайтын боламыз. Сонда бізде 4 хачапури шығады. Егер де 5-еу жасайтын болсаңыздар, 5 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мінекей біздің 4 сыр начинкамыз дайын болды. Осы уақытта біздің қамырымыз тынып болды. Онды сеуіп отырып, жұмсақ қамырды 4-ке бөлеміз. Әр қайсын кішкентай домалақтап, бетін салафанмен жауып, 3-еуін қойып, ал 1-еуін жұқалап жаюға кірісеміз. Ұнды молынан сеуіп, жая беріңіздер. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан аздап қолға жабысуы мүмкін, сондықтан ұнды аямаңыздар. Ең алғашында кішкентай оқтаудың көмегімен аздап қалыңдау қылып жая тұрамыз. Және де үстіне 1 шарик сырымызды қосып, жақсылап осы шарикті жабатын боламыз. Тура ортасына келтіруге тырысыңыздар. Саусағымызды ұнға малып алып, жабыстырған жерді жақсылап басамыз. Енді біртіндеп ортасынан бастап шетіне қарай қамырымызды жаюға дайындаймыз. Біздің начинкамыз бүкіл жеріне біркелкі жайылуы керек. Екі жағынан да асықпай басып алып, одан кейін оқтаудың көмегімен жұқартып басасыздар. Жалпы хачапуридің қамыры жұқарақ болғаны жақсы. Табамыздың диаметріне қарай, егер де кішкентай болса 5 бөлікке, үлкен болса осы 4 бөлікпен жасай берсеңіздер болады.
Мінекей бізде жайылып болды. Барлық жеріне біркелкі ішіндегі начинкасы жайылған сезілді. Енді қызып тұрған табамызға осы хачапурimiz саламыз. Менде 2000 градуста қызып тұрған пешке қойдым. Электрлі плитка, соның үстіне қойып пісірдім. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, тағы да крышкасын жауып қоямыз. Табаға ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Құрғақ табаның үстіне бірден қоя бересіздер. Крышканы жауып 2-3 минут күтеміз. Сол кезде суланып, суаға бастаса, мен осылай салфетканың көмегімен бір қабат суын сүртіп алып, екінші рет қайтадан жауып қойдым. Екінші жағында көтеріп көрсеңіздер, осылай қызарған байқайсыздар. Енді тарелкамызға алып қоямыз. Тарелкаға орналастырғаннан кейін бетін сары маймен осылай жағып шығамыз. Әрқайсының бетін жағып шықсаңыздар, хачапури дәмді болады және құрғақ болмайды. Мінекей енді құрғақ табамызға екіншісінде қойып, дәл солай пісіріп жатырмыз. Бетін жауды ұмытпаңыздар. Әрқайсының бетіне тағы да осы сары майдан жағып шығамыз. Мінекей достар, біздің үлпілдек өте жұмсақ әрі дәмді жасалған хачапурimiz дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептіне жасап көріңіздер. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Колокольчик батырмасын басып қойсаңыздар, жаңадан шыққан рецептілерді жібермей көре аласыздар. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Қандай рецептілер көргіңіз келеді, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.